Так, сәлем достар. Бүгінгі сабақта біз админка жасаймыз. Админка ол кәдімгі юзерлардан бөлек үлкен нәрселерге доступы бар бөлек юзерлар. Олар мысалға басқа юзерларды управлять ете алады, өзгерте алады. Олардың даныларына доступы бар, басқа юзерлар істей алмайтын нәрселерді істей алады, в общем. Мысалыға админканың мысалы кәдімгі дүкенге барған кезде сендер сатып алушы болсаңдар, там мысалға просто бағаны көресіз да, қанша шыққан, там чекті көресіз, например. Админка ол сатушы болады, оның дүкеннің владельцы болады. Олар әр нәрсенің бағасын өзгерте алады да, например. Это вот админканың бір мысалы шын өмірдегі. Тек қана сатып алуға болады да, кәдімгі неге сатып алушыға. Админ сата алады, плюс сатып алады, плюс бағаны қоя алады, скидка жасай алады, например. Біздің ботта админ не істей алатын болады, ол басқа юзерлардың ноутстарын көре алатын болады. Негізі ол дұрыс емес. Шын бір приложение жасайтын болсақ, ондай нәрсе жасаған дұрыс емес. Бірақ біз сондай нәрсе жасап, вообще админканың бір мысалын келтіріп, админка қандай бола алады екенін көрсеткім келіп тұр. Ол жерде барлық сообщенияларды көре алатын болсын. Пока что. Мүмкін болашақта басқа нәрселер қосамыз. Немесе басқа бот жасап, басқа нәрсе жасайтын боламыз. Пока что осы ботты жалғастыра берейік. Админка үшін мен бөлек Zane Labs Tutorial Bot Admin дегенді қостым. Ол группа, ол бот емес, бұл группа. Соның ішіне Zane Labs Tutorial Bot'ты қостым, плюс оны админ жасадым. Егер мен оны админ жасамасам, онда ол неқа сообщение жібере алмайды мене. Басында там ответ бермейді, короче, сондай болды. Сосын админ жасаған кезде жасап кетті, сондай ерекшелігі бар екен. Не үшін мен бөлек группа аштым, неге мен просто оған прямой жазбаймын? Потому что менде тек қана бір аккаунт, сондықтан прямой жазсам, онда ол мен простой юзер ретінде оны тестировать ете алмаймын да. Сосын бот аштым, боттан ішіне сөйлесетін боламын. Бірақ егер сендерде екі аккаунт болса, сендер өздерінің екінші аккаунтында админ қылып қойсаңдар да болады, сөйтіп тексеру үшін. Так, енді не істейміз? В первую очередь әптің ішіне біз коммент дейді ғой. Старт деген ішіне енді біз егер ол адам админ болса, онда wait async call керек мана. Егер ctx точка нақта бір групп деген сияқты бар ма? chat.id. Неге chat ID? Неге мысалға мынақта мынандай сияқты емес, message from ID емес? Себебі мен группаны тексеріп отырмын. Группаның чатына тексерем, чтобы именно осы админ чаттан жазатын болса, онда мен оған айтам, сен админсің деп. Егер болмаса, онда кәдімгі обычный сообщение қайтара берем. You are admin and have higher privileges. Мен оған айтам да, привет, там оның аты, сен админсің, және сенде көбірек доступ бар деймін да. Егер осылай болса,
егер ондай болмаса, else, онда кәдімгі обычный ответ қайтарамын. Кәдімгі юзерларға қандай ответ қайтарып жүрдік, сондай. Так, чат ID-ні қазір тем болады, там, мысалға, пока что өтірік бір нәрсе қоя салайық, там, бір дей салайық. Потом шын чат ID-ні қазір тексереміз. console.log ctx. Чтобы мен қазір прямо қарай алмаймын ғой чат ID-ні, или қарай аламын ба екен? ID там. Жоқ, ондай нәрсе жоқ вроде. Мынаяқтан прямо қарай алмаймын. Поэтому мен мынаяқта сол үшін бүйтіп жасап отырмын да. Пока что былай тұрады. Қазір бір рет стартты басам, тексеріп алам ID-шкасын. chat.id. Сосын егер соны нормально шықса, онда осы жаққа вставить етіп жүремін. Demon src. Да, src app.js. Кішкене бұрыннан шулап отыр, кешіріңіздер. Так, старт. Минус. Прикольно, минус. Походу группалардың ID-шкалары минустан басталады. Прикольно. Былай деймін, бірақ былай не в тему жасамын. Окей. Былай не в тема. Осындай нәрсені біз аламыз да env-ке тығамыз. Admin ID. Сосын естеріне сақтап қойыңдар, егер оның ішінде бір пробел, бір нәрселер болатын болса, онда бүйтіп жасау керек. Сол кезде пробелдермен бірге оқитын болады да. Егер пробел не қалдырып кетсеңдер, онда там тек қана пробелге дейін ғана былай алатын болады да. Так, окей. Admin ID деген variable создавать еттік. Енді бұны алам да. Мынаяқта process env bot token дедім ғой, сол сияқты process.env.admin ID. Даже admin chat ID десем де болады, чтобы именно чаттың ID-шкасы екен. То есть юзердің емес, чаттың ID-шкасын тексеріп атқанымызды білу үшін. Сондықтан мынаяқта давайте chat ID. Көрейік. Мен мысалға перезапуск жасаған жоқпын қолмен да, бірақ ноднимін перезапустить етті ғой. Сол жете ма, чтобы admin chat ID орында тұрғаны. Вот. Это означает, что ол мынаны жіберді, значит, мынау болмады да. Неге? Себебі бізге полностью перезапустить ету керек приложение. Вот. Тоқтатамыз, қайтадан көрсетеміз. Сол кезде мына env-тің ішіндегі нелерді апдейт етеді. Бұлай өзі істей алмайды, в общем. Себебі ол кодты ғана апдейт етіп жатыр, бірақ жаңағы процесс variable'дарды апдейт еткен жоқ. Ол үшін node-демонды перезапустить ету керек. Или одан емес па? Так, көрейік. Я знаю, почему это. Потому что мынаяқта ол, скорее всего, string болып тұр. Да. Мынаяққа келген нәрсе процесс env admin chat ID-дан ол string болып тұр. Потому что environment variables олар всегда string. Давайте біз бүйтейік. Мынаны алайық мысалға. Мысалға бот токен равняется puts токен now const admin chat ID равняется бірақ number дейміз, мына жерде просто не істейді? Сол кезде мына stringті алады да, ол санға айналдырады. Мынау number санды қайтарады. То есть ішіне бір stringті бересің, number'дың ішіне, ол саған санды қайтарады. Значит, мынау қазір сан болып тұр. Енді мына жерде просто admin chat ID дейміз, а мына жерде bot token дейміз.
сосын мына жерде мыналардың бәрін бір неде сақтау үшін config.js деген создау етейік. Файл config.js. Ол біздің service.js сияқты экспорт жасайтын болады. Так. Мынандай. Просто модуль экспорт дегенді ұмытып қалып отырмын. Так. И ол ішінде не істейді? Require.env config дейді. Маяқта керек емес. Маяқта ол не дейді? Const config равняется require config.js. И мына жақта бізге мынаны алайық. Түрлерді алып тастаймыз. Мына жақта двоеточие қоямыз. Тем болатын орнына, потому что ол объект. И осыны экспорт жасаймыз, да? Сосын мысалға мына жерде мынау бар бізде. dbdir деген бар. Оны да осы жаққа табамыз. Осындай нәрселерді, константаларды әртүрлі. Олардың бәрі конфиг болып саналады. Тек қана вообще редко өзгеретін нәрселер. Мына жақта просто const config равняется require config. Енді мына жақта dbdir дегенді config dbdir дейміз. Тағы қандай нәрселер қалып қойған дейді. Так, неде бар? Мына жақта бар, короче. Қазір оларды дұрыстаймыз тоже. Так, config.bottoken и admin.chat.id.bottoken. Потом, я помню, вот commands, осыны полностью тоже объект ретінде прямой жібереміз. Осындай бізде командалар бар деп боламыз. config.commands. деп өзгертеміз енді. Жаңа commands қайда? config. дегенді қосу керек. config. Так. Болды ма? Тек осы ма? Окей, осы. Так, окей. Көп нәрсені конфигқа шығардық. Неге мен мынау сияқты жасаған жоқпын? Себебі мынау полностью мына объектке тең. Сөйтіп жасадым да, чтобы конфиг деген мына объектке тең болсын. Сол кезде config. деп ішіндегі заттарды өзім алып шығамын да. Мына жақта мен каждый функцияны отдельно алып шықтым да. Я мог тоже здесь написать сервис деп мынаның бәрін алып тастаймын да, мысалға. Сервис деймін да. И мына жақта қолданатын жерде, мысалға service.getContextUserID дейтін. Понятно? Но я не стал так делать. Каждый керек функцияны бөлек шығардым. Тек қана керек нәрселерді аламын деген сияқты. Мына жақта барлық конфигтерді аламын. Вот в этом разница. Так, окей. Көрейік. Жасаймын, жасамаймын. Hello, Алихан. Атымды бөліп тұр, значит, все нормально. You are admin and have higher privileges. В принципе, старт дайын. Давайте сохраним. Git add -a. Git commit -n. Refactor. And admin start command.
Так, енді не істейміз? Енді қараңдар, мен осы моментте сағынт еттім. Почему? Потому что мен бір логиканы, бір фичаны да бітірдім. Енді келесіне жұмыс жасайын деп жатырмын да. И сол кезде мен егер оны жасап отқан кезде бір қате или бір нәрсені нефтем жасап жіберсем, мен бәрін артқа қайтаратын кезде мен ойламаймын да, ё-моё, ана жерде қалай болып еді деп ойламаймын да. Мен просто соңғы коммитқа қайта саламын, болды. Мен басым ауырмайды да. А егер мен бәрін бір жерде жасайтын болсам, онда соңғы фичам ол вообще баяғы бір нәрсе болады да, и қайту қиынырақ болады. То есть мен көп прогрессімді жоғалтып алатын боламын. Сондықтан өте часто коммит жасап тұру керек. Потом жасайтын дәрежеге жеткізесің тезірек, как можно раньше, и соны коммит жасайсың. Так, енді біз давайте мына лист бар ғой, commands list, сол жақта админкаға жасайық тоже. Wait, if, міне мына проверка ғой. Давайте не қосайық. Сервистің ішіне бір метод қосайық, который будет проверять, это админ или нет. Function is admin. Контекст алады да, ол админ екенін определять етеді. Қалай определять етеді? Так, мына жақта талқылайтын бір-екі нәрсе бар. Қараңдар, егер сендердің функцияларын boolean қайтаратын болса, помните, да, true false қайтаратын болса, это называется boolean, онда is бір нәрсе дейсіз да, например, is admin, is user, то есть сол сұраққа жауап беретін функция, да, is admin деген сұраққа жауап беретін функция. И мен айтып отырмын да, просто if-ті жазбаймын мен. Я мог вот так, например, написать if, if там тем болады, ну там ctx, chat ID, тем болады config admin chat ID, там return true дейін да, и мына жақта else, return false дейін да. Но смысла в этом нет. Почему? Потому что now и так-то өзі true и false болып тұр да. Егер тем болса true болады, тем болмаса false болады. Поэтому сразу соны қайтарып отыр. Потому что көп девелоперлар басында осындай қате жібереді. То есть одну вещь true false'ты үлкен немен if-тармен жазып нетеді да. Можно вот это сразу вернуть и все. Енді осы is admin'ді мына жақтан қолданамыз. Қай жерде қолданамыз? Мына жерде ішіне контекст берсем болды, ол өзі определит. Админ болса, и біз мына жерде қолдандық. То есть мен сол үшін бір функцияға айналдырдым да, потому что екі жерде істеп жатырмын проверканы. Біз don't repeat yourself дегенді үйрендік қой. Так, тоже контекстті берем. И уже понятно, да? Мен бұрынғы проверкам андай болды да, контекст, там chat ID равняется, там config.admin ID, там admin chat ID. Непонятно, да, не үшін оны істеп жатқан. Егер сырттан бір адам келіп оқыса, ол прям сразу түсінбейді да. Кішкене ойлану керек болады. Кішкене ойлану, это энергозатратно, ол қиынырақ и легко ошибиться, да. Бірақ мына жақта мен isAdmin деген функцияға шығардым, и любой адам түсінеді, что бұл админ екен ба, жазып отқан адам жоқ па, соны тексереді екен, тексереді. Сосын сол админ болса, мынаны нәрсе істейді деп түсінеді да. И но админ болмаса деген сияқты. Вот. Енді мына жақта тоже соны қосу керек. Енді await ctx.reply await list notes. Қазір түсіндірем, неге тоже list notes деп жазған. Негізі list notes болмайды мына жақта. Потому что list notes естерінде болса,
ол user ID-ні алады да соның ғана ноутстарын қайтарады, помните? А маған вообще барлық юзерлардың ноутстары керек. Так, солай. Мыяққа бізге ештеңе керек емес, user ID керек емес. Так, неге олай қазір түсіндірем? В принципе, өздерінде көріп түсінетіндер шығасыңдар. Себебі мен мыяқта сервис дегенді қазір бөлем. New file admin.js. Енді админкаға осыны да пихать етемін. Ой, сервис қайда? Так, бұл нәрсе неправильно сделал. Мына жақта мен аламын да save notes деген керек емес. Remove command from text керек болуы мүмкін. Get context user ID. Жоқ, менде уже біреу бар. List notes'ты өзгертем қазір. Is admin осы жақта болады. Мына жақтан алып тастаймыз. Is admin қайда? Потом format notes list message. Что-то такое вообще. Мынау керек маған. Өзгертем оны тоже. Get user notes. Get all notes. Вот, get user file name. Керек емес. Save user notes керек емес. Так, мынаны қалдырдым. Get all notes, get user notes-ты өзгертем. Мыяқта get all notes-қа. Мыяқта user ID керек емес, get all notes-ты. Так, что-то былай болып жатыр да, мына шатасатындай болып жатыр. Давайте бастарын да ортпай, сендердің с нуля жазайық лучше. Да. Ну, из админді анаяқтан скопировал и убрал. Хотя бы сол қалай берсін. List notes пустой қылайық. И мынаны алып тастайық. Думаю, қазір понятно, да? Вот. fs алдым, по-любому керек болады файлдарды оқу үшін. Сосын config алдым. Config admin chat ID-ні білу үшін. Потом list notes деген қазір жасаймыз, бірақ ол user ID-сіз барлық юзерлардың нотестарын қайтаратын болады. Is admin ол манағы бізге керек функция. И пока все. Потом сервистің ішінде is adminді анаяққа алып тастадым. Енді admin.service.js болады. Now user.service.js болады. И new file bot.service.js болады. Чисто боттың сервисі болады бөлек еще. Ояққа не кетеді? Remove command from text кетеді. Потому что вообще юзера қатысы жоқ. Model.exports. Да, тембулат арқылы жасады, да? Каждый свой. Remove command from text. Так. Алып тастадық. Get context user ID. Тоже. В общем, контекстпен напрямую взаимодействовать етіндерді желательно WhatsApp-қа шығарған. Контекст туралы на user сервис пен admin сервис вообще білмеу керек. Контекст деген не екен, по идее. Поэтому сол логикаға қарайтын болсақ, онда is admin дегенді тоже сояққа шығару керек, значит. Но негізі
is admin деген туралы admin сервис жасау керек қой негізі. Поэтому можем сказать здесь is get chat ID, например, здесь get chat ID, а здесь сказать is adminді на chat ID-ні сразу прямой жіберіп, да? Солай жасақ болады. Так. Потом на user сервисті бітірейік. Нені алып тастаймыз? Save node, this node. Все, тема болды. Private-тар ол жаңа ішінде қолданатындықтан олар не тұра береді. Ол потому что мынаны қолданылады. Так. Remove from сосын now is admin. Все, қарайықшы, мына жақта контекст қолданылмайды, қараңдар, если заметите. User ID алады и автор ID и node алады. Болды. Контекст қолданылмайды. Админ сервисте тоже контекст жоқ. И это біздің жаңағы целіміз болды да, так-то. Но мысалға вообще конфиг туралы білмейді. Бот сервис білмеу керек. Сондықтан мы можем сказать get chat ID, например. Return chat ID. Async function. Async типа. Зачем async? Просто function is admin chat ID и return chat ID. Все, офигенно. Енді на is admin мен list nodes'ты экспорт жасаймыз. Мына get chat ID да экспорт жасаймыз. Бот сервисті. И user сервисі. Ну, тут все нормально. Тема. Енді мына жақта мыналарды өзгертеміз. Мынау мысалға мынау жоқ деп жатыр. Мынаны бүйтеміз. User сервис дейміз. То есть мен істеп жатқан нәрсем, что-то он погнал, что-то он вообще черт кетті, ана мына жаққа көшірді, да? И вы можете так сказать. Ну, по сути, это то, что происходит на реальной работе. Егер сен осылай жасамайтын болсаң, саған айтады, что за говно код, что ты наделал? Мынаның бәрін рефактор жаса деп айтады саған. Я ладно, серьезно говорю. Поэтому қазірден бастап үйренсеңдер, вам вообще легче будет. И даже джуниор болып келесіңдер, например, жұмысқа. Сендерге айтады, ты уже такие техники знаешь, да? Базар нет деп айтады саған, зауважает жестко. И уже сендерді серьезно қабылдайтын болады. Типа, он шарит за чистый код деген сияқты. Admin. Почему не видит admin. Вот видит. Так, окей. Енді мына жақта кейбір нелерді түсінбей жатыр. Но мысалға is admin это admin сервис is admin, бірақ мына жақта bot сервис get chat ID. Байқа контекст жіберу керек. Қарасаңдар, міне. Қалай секіріп кеттім? Кстати, может, вы это не знаете. Командты басам, макта. И осыған басам, секіріп кетеді сол жаққа. А сендерде, скорее всего, Ctrl. Windows болса. Ctrl и былай секіресің. Чтобы посмотреть, например, что он берет, да, принимает, что нам надо ему передать. Так. Мен тексеріп жатырмын, қай жердегі функцияларды мен нетпеппін деп. Мысалға, вот это вот можно сделать так. Get first name дейсің, да? Бот сервис начни. Его осы first name хотят, потому что, например, смотри, я здесь 2 раза это использую. Сейчас я это и сделаю. Function get... не, это admin сервис. Бот сервис керек. Менде Windows'та Command P-ні бассам, мынандай шығады, и ішіне жазалым, мысалы, bot.service дем, сразу соны таңдаймын да, секіріп кетемін. Скорее всего, Windows'та Ctrl P. И мына жақта мен
get chat ID это почему async емес? Так, function get first name. Тоже контекст берем, ол қайтарып береді маған. Келесіде мен басында ұрып беремін да сол кезде. Блин, там, как там надо было получить first name деп іздеп отырмаймын да? Потому что, смотрите, context, message, from, first name, да, еще осылай через underscore, короче. Оны каждый раз вспоминать. Лучше просто бір функцияны жазып қоямын и соны дофига рет қолданамын. Вот service.get first name. Я не сделал экспорт. Все. Так, и вот то же самое. Ну, смотрите, здесь я вызвал get first name, и здесь вызвал. Что можно сделать? Можно сделать вот так. Const first name равняется... Енді мынаны алып тастаймыз. То есть вот это называется рефакторинг. Ты каждый раз находишь, как можно улучшить код. Это и есть рефакторинг. Если вообще прям дип кетіп қалатын болсақ, мына тексттерді константаға айналдырып, оны басқа бір файлға салып, тоже так можно сделать. Но это я делать не буду. Қаласаңдар өздерің жасап көрсеңдер болады. То есть чисто месседждарды сақтайтын бір сервис болсын, да? Message сервис деген болады, например. Капец, как упражнение можете это сделать. Реально стоит того. Былай тұрғанда онша емес, да, по идее. Так, тукс, save note. Мысалы, анау save note деген, это же user сервис. Мен сол сервистарды қазір мынақа қойып шығып отырмын, да, міне. И тексеріп жатырмын. Get context user ID, это bot сервис. Потому что қазір жасамайды ол. Но не деп айтады саған. Қаяқтан тауып алдым. Remove command from text, это вроде bot сервис. Да, правильно. Так, get context user ID. Ой, get context, да. Так, все, кажется, да? Конфиг вообще используется здесь? На bot token. Так, здесь. List notes. Вот, admin сервис. Вот, мына жерге келдік. Admin сервис и now user сервис. То есть админ болса админ сервистағы list notes, а админ болмаса онда user сервистағы list notes шақырамыз. Так. Енді мысалы мынау кішкене ugly болуы мүмкін. Const user ID равняется мына жерде user ID, например. Const notes равняется біз бүйтсек болады. Мысалы мына жаққа бүйтеміз. Const notes равняется, или там reply, например, равняется, const let reply. Здесь говорим reply равняется вот этому. А здесь reply равняется вот этому. И здесь мы говорим reply. Понятно, да?
егер админ болса мынандай жауап беру керекпіз, егер админ юзер болса мындай жауап беру керекпіз, и соны осы жерде жауап береміз. То есть бұл жерде реплайды бір жерде ғана қолдандық та. И по идее так, мысалы get context user ID, const user ID равняется user ID. What's the remove command text get remove command from text node text const node равняется енді қараңдаршы, как это понятно. Просто save node, user ID и node. Кайф. Так, на жерде еще мына let reply равняется и мына reply равняется и осының бәрі біткеннен кейін reply. Так, енді біздің жаңағы list nodesқа кіреміз админ сервистағы. Сол ғана жазылмаған, сол қалды. Енді list nodes'ың ішінде біз айтамыз, мына обычный user сервистің ішіндегі nodes бар ғой, соны аламыз. Точнее, мне... ой, это save, sorry. Мынаны аламыз. На этой работе будет основано, да? Getting nodes for дегенді айтамыз. Getting all nodes for admin. Сосын nodes list равняется get all nodes болады. Осындай функция создавать етеміз. Private async function, потому что async await қолданатын боламыз ішінде. User ID-ні қабылдайтын болады. Жоқ, user ID қабылдамайды, потому что барлық ноудтар керек, заметкалар. Так, окей. Потом nodes map, там индекс какой-то, да? И наған қазір жетеміз, ладно, это я вам покажу сейчас, как сделать. И формат nodes list message тоже user сервистан аламыз. Возьмем и под себя подстроим, потому что админға басқаша жасау керек болады. Так, все, в принципе. Енді get all nodes. Get user nodes-ты аламыз да. В принципе, дәл солай жасаймыз. Только на жерде одно но есть. Сейчас давайте просто это все прогоним. Осылай жұмыс жасаймыз жоқ па. Сразу айтам, қате болады. Бірақ көрейік. Не, в смысле нет, ладно. Қалайтын болады. Не істеу керек бізге? Бізге бірінші список всех файлов надо взять. Маяқта, например, мені қолданып отқан, менің ботымды қолданып отқан бірнеше юзер бар деп айтайық. Соны маяққа сохранить ету керек та. Сол файлдардың аттарын білу керек та бізге. Это как делается? Const files или там node files равняется await fs reader. Вот эта функция нужна нам. И нам надо указать, какой этот путь. Как там было? Не было везде. db деген. config.dbdir console.log node files.
Енді қара, мына жерде бір какой-то ошибка болады, неважно, да? Но ошибка болса да, мына жақта return не дейді ол бізде, пустой array дейді, поэтому все должно и так работать. То есть бізде tray catch болғандықтан жасаймын. Я просто хочу посмотреть node files список дұрыс бола ма, болмай ма. Запускаем node daemon. Так, get context user ID is not defined. Так, міне мына жақта дейді ошибка. Сол жаққа секіреміз. Get context user ID алып тастаймыз. И все, в принципе. Так, ехала. Да, старт работает. Лист. Вот ошибка какая-то. Is admin is not defined. Қай жерде? Мына жерде. Мына жақта, потому что admin service. Admin service is admin. И мына жақта get chat ID. И еще мынау get chat ID это bot сервис. Так, қай жерде? Мына жаққа секіреміз, как обычно. Get all nodes. Ну, это понятно, да? Алып тастау керек. Мына жерде, потому что ондай жоқ қой. И вообще user ID деген не деп жатыр? Ол қайда вообще қаяқтан тауып алдым оны? Тағы да попробуем. Осылай по одному бактарды исправлять етеміз. Мына уже басқа жерде ұрысып жатыр. Қазір түсінеміз. Қарайық. Message text is empty дейді. Неге? Потому что біз мына жақта empty array қайтардық қой. Get all nodes'ты шақырғанда. И мынау nodes list empty array болып тұр. Сосын мына жаққа map алады да, оның бәрін мынандай текстке айналдырады. Но из-за того, что он пустой, ол мынау пустой arrayға тең. И формат nodes list message'ға пустой array келеді. И nodes.join пустой string қайтарады. Сондықтан, если вы помните, на ботта, Telegram ботта нельзя отправлять пустой месседж. Мне көрінді, текст пустой болып тұр дейді. Так, енді оны қалай исправлять етеміз? Біз айтамыз. Nodes.length. Если болса, онда мынаны істе дейді. Помните, в одном уроке мы проходили вот это, мынандай сұрақ белгісі, да, екі не. Егер nodes.length true болса, это означает 0-ден көбірек болса. То есть 0 болмаса, это true всегда. Хорошо? Это то же самое, что и не равняется нулю. Окей? Это одно и то же. Егер nodes length true болса, 0 болмаса, көп болса, одан, значит, мынаны қайтарамыз. Ну, нормально же, тогда ошибки не будет. Но егер 0 болса, онда мынандай текст қайтарамыз. There are no nodes. Қайттан попробуем. There are no nodes. Нормально. Енді бізге мына жерде нені көріп тұрық. Мына console log мынаны қайтарған көріп тұрық. Значит, біздің бір файлды тауып тұр. Все нормально. Бізде и так-то бір файл. Екі файл болса, екеуін көрсетеді. То есть, мынау reader деген осы папканың ішіндегі барлық файлдарды списігін қайтарады. Массив ретінде. Енді маған не істеу керек? Солардың бәріне осы fs read файл жасау керек қой. Түсіндер ма? Чтобы ішіндегі нодестарды шығару үшін. Оны қалай жасаймын? Ну, обычно формен const node file of node files. И мына жақта node file-ды пихать етемін мына жаққа. И нені ұмытып кетпеу керек? dbdir-ді.
То есть dbdir деген папканың ішінде и мынандай слэш not file. Файлдың аты. Ну, в этом случае там 4394.json, например. Сол файлды оқы дейді, сосын келесі файл аты өзгерген кезде келесі файлды оқиды, и бір-бірден бәрін оқып шығады да, мына жақта оны стрингқа айналдырады, соның ішіндегі контентті, и соны алып return жасап отыр мына жақта. Return болмау керек мына жақта. Мына жақта бізде не болу керек? Const node contents равняется пустой массив. И соның ішіне push жасау керек қой. Node соның ішіне жинаймыз, короче. .push. Бірақ ол push жасаса, қазір көресіңдер. Жоқ, бүйтейікші. Let content равняется... let content равняется и мына жақта push content. Егер осылай жазсақ, жақта біреу лишний, онда console.log node contents десек, сендер көресіңдер, что это массив в массиве болады. Так, node contents, мына жақта return. Давайте пустой нені қайтара берейік пока что. Console log арқылы ішіне не болатқан көрейік. Енді қараңдар. Так, мынау уже керек емес. Енді қараңдар. Getting all nodes for admin, там массив и массив. Көрдіңдер ма? Егер тағы да бір файл болғанда, мына жақта тағы да бір массив болады еді, и соның ішіндегі нодестар бөлек массивтің ішінде тұратын еді. То есть массив в массиве тұр да. Әр юзердің нелері бір массивтің ішінде тұр. Соны біз қазір қолданамыз. Бірақ бұлай болады. Файл ішіндегісін алады да. Push просто контент демейді. Push user ID контент деген бір объект пихать етеді. User ID тем болады. Жоқ, мынау user ID болсын. Так. Я, короче, хочу сделать так. Нахта типа будет вот так выглядеть. В общем, мынаның орнына мындай ответ хочу сделать. Типа, мысалға мынандай 43 94 17, ну, ID-шканы жазады 1891.json, ну, JSON-ды алып тастаймын. Бұлай жасаймын. И соның ішінде массив болады. Node 1, Node 2. Ну, то есть мыналар. Я вот это хочу пихнуть сюда. Вот так. Вот так хочу сделать. Так, но из-за того, что массивтің ішінде сразу былай жаза алмаймын, поэтому әрқайсы бір объект болу керек. И мынау user ID болады. Өтір nodes болады. Вот, енді осылай нормально. Так, const example. Что-то он не стилизуется, почему? Почему он... да, здесь эта фигня, да, стоит. Все, так.
вот осындай форматқа келтіргім келеді. То есть осында на get all nodes деген функция осындай ответ қайтарған қалай. Сол кезде әр юзердің нодестары бір объекттің ішінде болады, оның ішінде user ID болады, и еще нодестардың списогі болады. Теперь, как это сделать? Сейчас наш ответ вот так выглядит. А сейчас это реализовано так, что это вот так выглядит. Я должен создать объект, внутри сказать user ID и content. Ну или там nodes. User ID-ні қалай білем? Мен оны node файлдан білем. То есть это будет node файл точка так, как там было? Replace, да? Replace деген функция мне an object that supports searching for and replacing matches within a string. То есть мына жақта string'ті бересің, который надо заменить на другой стек. Например, Алихан Ойтан .replace десең, и ішіне жазсам, мысалға Ойтан дейсің да, и келесі жерге replace value-ны жазасың, мысалға мына жақта Ойтан, и мына жақта replace value, мысалға фамилия, например. И Алихан фамилия болады, да? Түсіндің ба? Өзгеріп тастайды соның орнын. Бірақ маған все очень просто. Мен мына жақта просто JSON-ды аламын да, пустой стрингқа айналдырамын. То есть раньше это было 43.94.18.91.json, а теперь стало просто 43.94.18.91. То есть вот это вот сол арқылы ID-шка аламыз. Но я сделаю это чуть-чуть по-другому. Создам здесь функцию function. Get ID from user file. Или get ID from node file. Get ID from node file. Return. И здесь get ID from node file. И мына жақта node. Теперь понятно. Replace, там что-то .json, непонятно, зачем это мы делаем, а мы здесь говорим, что хотим ID-шку получить. Так, и nodes. Давай посмотрим. Вот, видите, user ID, nodes. И ішіндегі объекттерді былай көрсетіп жатыр, да? Потому что мы просто сделали консоль JSON string файл емес. Так, енді get all nodes шақыратын жерде nodes list бар. Nodes list'ның ішінде мы будем говорить один тут же получается такой список нодов, поэтому надо сначала сказать типа вот осындай юзердан нелері. Давайте сначала посмотрим, что это нам вернет. Return node contents. Какая-то ошибка, да, будет. Один undefined, да. Енді қараңдар. Мына жаққа келгенде ғой ошибка болып жатқан. Undefined деп жатыр. Почему? Потому что nodes list это по идее вот user ID и nodes тең. Он подсказывает. User ID nodes'тың списогына тең. Теперь я хочу сделать как? Я говорю, мы берем и
Так, блин, немного трудно, чтобы было понятно слушателям. Мне осындай notes list, осындай форматта, то есть осындай array, то есть вот так. Чтобы понятно было, это просто тайпинг көрсетіп, да? Смотрите, вот осындай списокқа тең, да? Но map жасақ, оның ішінде осындай объект тұрады. То есть мынау data деген мына объектке тең. То есть notes деген arrayға тең емес, мынандай объектке тең. Раньше ол notes'тың өзіне тең болатын мына data деген. Поэтому біз мынаны user notes'қа ауыстырайық. User notes. Или user content. User content тек. И осыны біз мынандай стрингқа айналдырайық. Так. Так, content. Что-то я жестко туплю сейчас. Бірінші ID-шкасы тұрады. User ID. User content.user ID has user content.notes.length. Notes. То есть user'да мұншама notes бар дейміз. Потом пустая строка. Потом и дальше идет сам список этих notes. Пустая строка. И давайте енді осыны қайтарамыз, да, дальше. Плюс. Бірақ мынаған map жасау керек. Почему? Потому что бұл бұяқта не жоқ, note деген жоқ әлі. Notes деген бар. Сондықтан notes'тың ішіне user content.notes.map и мынаны қолдансақ болады. Мысалға data. Data. И data индексын берейік еще. Индекс. Мықтағы индекс керек емес. Так, и формат notes list message. Там будет нано қойып жатыр ол, по идее. Даже так, по идее, пофиг. Мынау нені қайтарады ғой? Array'ді қайтарады ғой. Осыны стрингқа айналдыру тоже. Плюс. Мынаны орнына давайте плюс деп жасайық. Так. Сколько тут? 20, да, вроде бы. Replace на плюс. Ну, что правильное количество было. Так, көрейік, қазір бөлек бірден түсіндірем. Надеюсь, работает. Вот, 43, 94, 18, 91 has 3 notes дейді. My first note, another note, и каждый ноутты, как обычно, біз осылай бөлдік. И the last note'тан кейін бізде мындай тұр. Бірақ
систему, потому что бір пустой линия қалдыру керек. Сондықтан біз пук-пук дейміз. На жерде то же самое можно сделать. N деген, если помните, это новая линия, новая строка. Вот. Так, енді не болып жатыр? Не болып жатыр, да? На жақта тағы да бір юзер болады. Давайте мы легко можно простимулировать еще одного юзера, чтобы было понятно. Просто копи-паст. Копи. Да, пофиг, копи в обтраешься даже. Не будем айдишку менять. Лист. Вот no copy и потом no оригинал. И новый юзер нелер басталған кезде арасына плюстар қоямыз. Так. Енді не болып жатыр? Что происходит? Бірақ на жердегі мынау тем болады, не в тем екен, да? Ну, сейчас, может, решим, когда буду объяснять. Так, notes list деген ол мынандай форматқа тең, да? Список, в котором хранится объект, в котором хранится список заметок для конкретного юзера. Поэтому user content ол мне мынандай объектке тең, мне мынау. Ішінде user ID бар и notes, это список отдельно. Сондықтан мен айтам, осы user content, user ID имеет столько-то заметок. Это понятно. Сосын соған қосам. String бір-біріне қосыла береді ғой. Соны қосам. Нені қосам? Format notes list message. То есть мынаның ішіне мен мыналарды жіберем да, и соларды форматировать етем. Но array этих заметок. Array заметок. Ну, там в конкретном формате, там индекс плюс 1, там какая очередность заметки, потом сама заметка. Соны форматировать етем, чтобы арасына ана тем bo'ladыларды қосып салу үшін. Солардың бәрі біткеннен кейін, каждая заметка біткеннен кейін, получается, first note, another note, last note біткеннен кейін, мен мынаны жіберем, да? Плюс. Все бітті. И келесі юзерға келеді. Келесі юзер тоже мына. Кстати, мне интересно, почему на жақта тұр онда? Неге на жақта тем болады тұр? Странно. Тек қана бір жерде қолдануы, да? Вот почему. Да. Надо, по сути, можно убрать, я думаю. Потому что это array. Точно. Тогда я мог вот это не ставить. Значит, я могу сделать так. Format notes list message и формат notes list емес, но формат формат user notes. Нет, так, формат all user формат all notes list. Новый формат user notes. Наны мыяқта қолданам. Get all notes. List notes.
көрейік. Вот, енді юзерлардың арасында плюстар тұр. Ну, блин, прям визуально не очень, по идее. Шатасуына екен. Поэтому лучше вставить еще эти. Хотя бы юзерлардың арасында. Ну, чуть-чуть лучше. Не прям. Сейчас я знаю, где еще надо ставить, чтобы понятно было. Просто юзердің ноутстардың количествосын айтқаннан кейін қойған жақсы. И формат user notes list тоже. Не, астына қояйық. Ну-ка посмотрим. О, біткеннен кейін сразу астын бүйтіп салады. Так, лучше. Так, енді екі формат жасадым да. Юзерлардың ноуттарын арасын мынандаймен бөлетін жасадым. И не юзерларды бөлетін осындай плюс жасадым. Мына жерде плюспен бөледі юзерларды. И мына жақта тембуладымен пастарымы бөледі. Енді әрқайсысын қай жерде қолданатын. Мына жақта білеміз, что это мынандай форматта. Енді сон ішіне кіреді. Мынау хедер бар ғой. Ну, самое главное сообщение в этом у каждого юзера. Сколько у них этих? Сколько у них сообщений? Это вот. Сосын плюс формат user notes list message. Жаңағы юзердің өзінің каждый юзердің заметкалары. Это сол заметкаларды алады, міне ноутсты алады. Соның ішіне индексті жазады, и заметканы қояды. Сондай бір стринг қайтарады. Сондай array жасайды да, и соның арасына тембуладыларды қойып тастайды мынау арқылы. И все, что он делает. То есть мне мынау барлығы ол бір юзердің полностью барлық заметкалары. Бірақ из-за того, что мы map делаем тут, осындайдың бізде екі штугы болады. Бірінші юзерға, екінші юзерға. Сондықтан мынау array. И мен келемді мына жақта мынаны алам да, array'ді алам да, арасына плюстарды қойып тастаймын, чтобы екі юзерді бөліп тастау үшін. Теперь понятно. Но это мы, конечно, будем рефакторить, потому что даже мен өзім жазған кодымды қатты түсініп отқан жоқпын. Значит, код очень сложный, да? Потому что, ну, типа, адам жазды өзі и өзі түсініп отқан жоқ. Не то, что там те, которые другие смотрят. Так, енді айтам. Мен айтам. Function format users all nodes message. All nodes message емес қой әлі мынау. Біз өзіміз месседж жасадық. Ана жақта уже месседж бар мынандай. И соның арасында не тотады, да? И мынаны қолданамыз, получается. Так, работает, не работает? Не работает. Кажется, я просто return забыл. Точно. Так, енді екінші рефакторинг керек. То есть теперь уже чуть-чуть понятно, да? Format uses all nodes. Ішіне nodes'ты береміз, и ол бізге мынандай қайтарып береді. Мы знаем, что ол мынандай қайтарып береді. Что хорошо. Так, но
Ну, это, по идее, можно оставить. Это как header. Get header message. Function get users nodes header. User content, да? User. Вот user header и all nodes. Теперь понятно. Так. All nodes list message. Ну, а раз на плюс торгуешь. Да, я думаю, понятно теперь. Окей. Git add минус a, git commit минус m, list all user nodes for admin. Все, пропушил. Можете посмотреть GitHub-то. Я думаю, по-любому қарау керек, потому что YouTube'тан не очень понятно болуы мүмкін. Рахмет. Сори, что ұзақ болды.